акыркы мүмкүндүк. Билем биздин башыман кандай учур өтпөдү, мисалы жакшы күндөр өттү, жаман күндөр өттү, хит дагы болду, бир аз сыноолор болду. Бирок кандай учур болсун силер менин дайыма жанымдасың. Силерге чоң рахмат. Кытайдам мага эң акыркы последний мүмкүнчүлүк берди, шанс берди. Силерге, короче, жарылган мен айта салайынчы. Ғашықтық сезімі ғаламат толқыныңда аясау теңіздің биік армандар жиып керемет қой шынында біреуді жүрсең сүйіп ғашық болу шын ғашық болу жаныңда жаны толы нұрға ғашық болу ол азық болу сүйгеніңе жолығуға аялай біл бағалай біл соны бол ғаламда ғашық болу ашып беру жүрегіңді бір адамға. Деген өте өзгеше ғой сезімінің суығында ешкім сезбесе ғой ғашық болдым махаббатқа мәңгі жаным құмар сағындырады жанымды да білем енді сездім ғашықтық сезімді. Ал бөлікті алып Кировскқа кеп қалдық. Бұйырса Талдықорғанға шығамыз. Маманың жұмыс орнына кеп қалдық. Сразу мама мына жерде Алтын сарайда, если что, той жасаймын десеңіздер. Қандай фуршет не дедіңіз? Той жасаймын десе бізде енді баннер в подарок, оформление в подарок болып жатыр. Содан кейін и фуршетный стол. 18 мыңдыққа фуршетный стол в подарок. Так что талдырғандықтар қолтарыңызға алтын сырға. Мама сіздерге де подарок алып келдім. Чемодан барлығы мамаларға өткілнелерін алып келдік Қытайдан ризықтарымызды. Кеттік па үйге? Кеттік. Ескендір, что в чемодане? Давай аш давай. Не бар мұнда? Аш, көр. Аш. Так, мына жағын ашамыз. Қара. Аш. Опа! Опа! Вау! Муа де мені. Муа де келесі күндір. Муа, жаным менің. А это тебе, аялка. Ескендірдікі ма? Екеу бірге ойнайсыңдар, я? Аша ғой. Мені балалар істеп таласады мені ноутбукқа. Сол үшін балаларға екеу заказ беріңіздер. Сіздерге тоже осылай ма? Средний ребенктен мені младший Аджал Ескендір. Бұл Айоканыкі. Сенде екі телефон бар. Ой, мені кетті. Жарайды, саған тағы біреуін алып берем. Йоу, смотри, как он шарит. Мә, саған. Ой, YouTube тауып алды. Wi-Fi-ға қос бірінші.